қоян қуып келе жатып орта жол түлкіге бұрылып кету дейтін бар ғой. Біздің қазекең қанында бар нәрсе енді өкінішке орай. Анаған бір қызығу, мынаған бір қызығу, ананың басын бір шалу, мынаның басын бір шалу деген сияқты. 30-ға келгенше жаңа өзіңді өзіңіз іздеп жаңағы босқа уақыт өтіп, уақыт кетіріп алып, сосын осындай бәрі бұлай әсемпаз болудың салдары, нақты бір нәрсеге табан тіремеудің салдары. Оның үстіне қазір интернет бар, жаңағы ютубыңыз бар, желіңіз бар, неше түрлі жаңағы дүниенің бар өзі жан-жақтан қосылып жатыр. Ойбай айтамыз, ойбай қалаулым құртты, ойбай анау сөйтті. Не бір бай балам салып жатырмыз, онымыз да түсінікті нәрсе енді. Сол бүлдіргі бағдарламалардың жаңағы көрілімін қараңызшы. Миллион үстінде. Соны көріп, соның астына қырылып пікір жазып жатқан Канададан келген жоқ қой адамдар, болмаса мароккалықтар емес, қытайлар емес, аргентинецтер емес, ресейліктер емес, өзіміз ағайын. Немесе жаңа бір әнші фотосын салса, инстаграмға суретін салса, жаппай лайк басып жатамыз. Сосын астында қырық пышақ болып жаңа қырылып жататында өзіміздің қарындастарымыз солар. Өмірден бір орын табам дейтін болсаңыз, ағайын, бауырлар, бүйтіп көрейікші, бүгіннен бастап, осы қазірден бастап, осыны істеген, естіп отырған кезден бастап, пайдасыз видео көруді, әншілерді, басқаларды оқып пікір жазуды, 2000 адамға тіркеліп алып, солардың жаңағы ішкен жегеніне қарап, өтірігіне иланып отыруды. Тоқтат. Болды, осыны тоқтатыңыз. Одан гөрі жаңағы айналып жатқан шаруаңды сапалырақ жаса, өзіңді өзің дамытуға жаңағы жұмса, сол уақытыңды, сол энергияңды өзіңді жетілдіруге жұмса.